Арман мақсатқа оңай жететін Невил Годдардың лестница техникасы. Сіз бұл техниканы жатар алдында, яғни ұйықтар алдында жасауыңыз керек. Ұйықтар алдында сіз өзіңіздің арман мақсатыңызды ойлайсыз да, соған сіз лестница арқылы шығып жатқаныңызды елестетуіңіз керек. Ол жерде сіз визуализация жасай білуіңіз керек. Сол лестница қандай, оның баспалдақтары қандай, оның түсі қандай, оны аяғыңыз басқанда қалай болып жатыр, яғни бес сезім мүшеңізді қосуыңыз керек. Одан кейін өзіңізде қандай киімдер киіп алғансыз, оның бәрін елестетіп жасауыңыз керек. Егер сізге визуализация қиын болса, алдын ала дәптерге жазып қойсаңыз да, сізге ол визуализация оңай болады. Ол лестница неден жасалған, түсі қандай, ағаштан ба, оны басқанда жылы ма деген сияқты соның бәрін елестетесіз. Солай елестете отырып ұйықтап кетуіңіз керек. Одан кейін таңертең тұрғаннан кейін сіз бұл техниканың ерекшелігі, бұл істеген ісіңізді жоққа шығарасыз. Яғни бұл мен лестницаға шықпаймын, мен өз жоғары көтерілмеймін деген сияқты отрицание жасаймыз. Себебі неге? Біз өзіміздің арман мақсатымызға маңыздылық бермейміз. Екіншіден, біздің түпкі санамыз жоқ, болмайды деген сөзді түсінбейді, тікелей түсінеді. Осылай күнделікте айтасыз, жасаңыз, көп адамдардың арман мақсаты орындалған, сіздің де арман мақсатыңыз орындалады.